личкаға уже смс келіп жатыр. Апай, сабақ қашан келеді? Апай, 3-ші сабақта не үйретесіз? 10 бала келе ма, 9-нан міндетті түрде ұнайды. Енді біреулері слишком капризный, гордый болатын болса, ұнамауы мүмкін. Себебі мен өзім өте қарапайыммын, қарапайым тілде түсіндіремін. Ал егер қаланың балалары, крутой балалар келетін болса, ұнамауы мүмкін. Себебі мен ондайларды өзім де ұнатпаймын. Себебі беретін білімдерім өте көп. Тіпті 4 сабақтың ішіне қалай сыйдырамын деп те ойладым. Ұшы қиыры түбі жоқ білім екен. Шетінен кеміре бастадым. Ертеде ешкі жүні бөртеде. Мәтіннің мазмұнын ашуға бұл сөздер мүлде керек емес. Бірақ минутына 17 000 сөз оқу смело. Қайырлы күн, қалайсың? 3-ші сабақта асыға күттің деген ойдамын. Себебі личкаға уже смс келіп жатыр. Апай, сабақ қашан келеді? Апай, 3-ші сабақта не үйретесіз? Қуаныштымын. Егер ұнап жатса, менен бақытты адам жоқ. Себебі бұның барлығы менің 1,5 жылда жинаған ең үздік білімдерім. Бірақ оны әркім әртүрлі жеткізеді. Кейбіреулер бар, өте күшті біледі, бірақ айтқан дұрыс жеткізе алмайды. Бірақ менің қуанатыным менде сондай біреуге жақсы түсіндіру, біреуге жақсы жеткізу қабілеті дамығаннан ба, мен сабақтарымда сіздің сабағыңыз ұнамады деген адамдардың саны өте аз. 10 бала келе ма, 9-нан міндетті түрде ұнайды. Енді біреулері слишком капризный, гордый болатын болса, ұнамауы мүмкін. Себебі мен өзім өте қарапайыммын, қарапайым тілде түсіндіремін. Ал егер қаланың балалары, крутой балалар келетін болса, ұнамауы мүмкін. Себебі мен ондайларды өзім де ұнатпаймын. Себебі оларда тәрбие дұрыс емес. Түсінікті ма? Жақсы. 3-ші сабақта ең күшті, жалпы өзім қолданатын ең супер тәсілді бүгін үйретем. Кеше 2-ші сабақта біз бүгінгі сабаққа кішкене бір шоу жасап кеткен болатынмын, яғни кеше жаңылтпаш жаттадық. Жаңылтпашты айту арқылы біз жылдам оқу қабілетімізді дамытады екенбіз. 3-ші сабақ қызық болады. Қазір мына видеоны соңына дейін көрмеген адам өте қатты өкінеді. Бірақ 4-ші сабақ бұдан да қызық болады. Себебі беретін білімдерім өте көп. Тіпті 4 сабақтың ішіне қалай сыйдырамын деп те ойладым. Бірақ менде қазір Ғаламаттың YouTube каналында, Ғаламаттың Instagram каналында, өзімнің жеке каналымда видеоларым көп. Кез келген уақытта кіріп, неше түрлі шорти кестесі, штурма тәсілі, жылдам оқу, вообще ми үшін не жеу керек, таңертең не істеу керек, таңертең қалай ояну керек. Осы ақпараттардың барлығын мен YouTube каналдарым, Instagram бәрінде беріп тастағам. Қазір мына сабақтар саған кішкене жетпей жатса, тағы көрем, тағы алам деп жатсам, YouTube каналдан көруге болады. Көріп, міндетті түрде комментарий жаз. Апай, мен сіздің мына сабағыңызға, марафоныңызға қатыстым, былай нәтиже болды деп кері байланыс берсеңдер, менен бақытты адам болмайтын еді. Және өзімнің жеке Instagram каналыма жазсаңдар да, мен оны өзім жүргізем. Ғаламаттың Instagram'ын да өзім жүргізем. SMS жаз жатсаңдар, мен оқимын және кері байланыс беремін. Жақсы. Қазақта сөз бар. Қайталау білім анасы. Жалпы қазақта емес, бұл бүкіл әлемде сөз бар. Жалпы бұл бүкіл әлемдік сөз. Қайталаған сайын біздің есте сақтау қабілетіміз дамиды. Енді өткен сабақта не өттік? Бір қайталап шығайық. Бірінші сабақта не өттік? Жалпы мидың құрылысы 2 бөліктен тұрады. Оң жақ, сол жақ. Екеуінің арасында байланыс жасалған кезде не болады? Есте сақтау қабілетіміз дамиды, жылдам оқу қабілетіміз дамиды. Оны дамыту үшін не істедік? Нейрогимнастика. Күнде жасап жүрміз ба? Супер. Ақпаратты қалай тыңдау керек? Таң қалу керек. Себебі ол кезде бетіміздегі нервтар миға сигнал береді. Қызық бірдеңе болып жатыр, ұстап қал. Түсінікті болды. Одан кейін кружка, попугай не істедік? Есте сақтадық. Қандай тәсіл? Ассоциация, оқиға құрау арқылы, ертегі құрау арқылы есімізде сақтап алды. Одан кейін табиғат біздің анамыз, жер ана біздің панамыз. Таза болса табиғат, біз де аман боламыз. Болды, есімізде қалды. Одан кейін жаңылтпаш жаттадық. Қандай еді? Жағажай, жағажайда қамажай, жағажайды жағалай, жүгіреді кім? Қамажай. Супер. Ал енді бүгінгі 3-ші сабағымыз тек қана жылдам оқуға арналады. Мен негізі Ғаламат скулды қалай аштым, есте сақтауға қалай келдім, бұл туралы бірінші сабақта айтам деп ұмытып кетіппін.
басынан бастайын. Мен осы командада жалпы өзім Ахметбек ағайын шәкіртімін. Кішкене бизнес-вумен болам деп жүрген қыздардың бірімін. Қазірде жеке бизнес бар, жасап жатырмын. Бизнес деген жалпы көп адамдар ойлайды, бірдеңені сату, үлкен компания, ондай емес. Бизнес адамдарға шексіз пайданы келтіру, немесе адамдардың проблемасын шешу. Сендердің есте сақтау қабілеттерің төмен, проблема. Мен сол проблеманы шешіп жатырмын, демек бұл бизнес. Түсінікті ма? Қаншақты адамдарға пайда бересіңдер, олар соншақты пайда алып келеді сендерге. Жақсы. Ахметбек ағай шәкіртімін. Ағай айтты, есте сақтау дамытуға болады екен. Осындай курс іздеп табыңдаршы. Курсты іздеп тауып, соның ішіне біз қатыстық. Менің өзім бір курсқа 40 мың теңге төледім. Оны оқып жүрдім. Ассоциация тәсілі өлең жатау, мен сол кезде үйреніп алдым да, Махамбеттің өлеңін жаттап тастадым. Қазір 400-ге жуық өлең білем. Кез келген жерде. Мен 5 минутта ма өлең бір оқыдым ма, ассоциация оқуға құрап айтып бере берем. Бұл енді уақыт өте келетін. Бірақ сендер де оған жете аласыңдар. Адам жасағанда адам жасайды. Сосын жүрдім, есте сақтау қабілетімді дамыту бойынша балаларға сабақ өтіп жүрдім. Бір кезде жылдам оқу, минутына 30 мың, 40 мың сөз оқуға болады екен дегенде естідім. Бұл қалай деп, скорочтение деп іздеп бастасам, ұшы қиыры түбі жоқ білім екен. Шетінен кеміре бастадым. Сосын Москваға барып оқып келдім. 6 автор бойынша Джим Квик, Маката Шитшида, Шаталовтың методы бойынша сабақтарды ұйымдастырып, қазір соларды беріп жүрмін. Жалпы өзім не білем, мен соны ғана үйретем. Жылдам оқуда енді бірден эффект көрсететін тәсілі ол антиципация. Алдын ала болжау. Бірақ мен үлкендер несіне жатам, үлкендердің этабына. Сондықтан мен штурма тәсілі, зигзаг тәсілдер арқылы оқимын. Бұл тәсілдер туралы мен толық ютубта айтып берем. Қазір сендерге ең күшті көмектесетін тәсіл антиципация тәсілін оқып көрсетіп берем. Негізі мәтіннің ішін оққан кезде оның ішіндегі 30% ақпарат қана бізге керек. Ал 70% ақпарат ол мүлде керек емес. Мәтіннің мағынасын ашуға керек емес сөздер. Шылау, дейді, екен, де, бірдеңе, ерте де, ешкі жүні бөртеде. Мәтіннің мазмұнын ашуға бұл сөздер мүлде керек емес. Бірақ біз не істейміз? Бірақ біз соны оқып, өз уақытымызды өзіміз аламыз. Жылдам оқуда тек 30% ақпарат қана алтын ақпарат, 70% ақпарат су ақпарат. Сондықтан жылдам оқушылар бүкіл сөзді оқымайды. Мысалы, минутына 17 мың Айша оқиды деген есіңдер, 17 мың қалай, это нереально деп сенбеген шығарсыңдар. Бірақ минутына 17 мың сөз оқу смело. Себебі біз мәтіннің ішіндегі бүкіл сөздерді оқымаймыз. Тек керекті сөздерді оқып, смыслын өзіміз жасаймыз. Бірақ смысл дәл солай дұрыс келеді. Ол үшін барлығы енді баспалдақ бойынша. Менің қазіргі сөздер тастап оқимыз дегенім ол 10-шы баспалдақ. Сендер бірден 10-ға мүлде секіре алмайсыңдар. Бірінші антиципация тәсілімен танысамыз. Ол деген мәтінді алдын ала болжау. Мысалы, антиципация дегеніміз қазір экранға шықты. Қарлығаш, қарлы деп тұр. Біз қарлыны оқыдық па, болды, оның қарлығаш екенін білуіміз керек. Екіншісі, дөң. Дөң болу үшін не істеу керек? Әрине дөңгелек. Кітап. Кітаптан кейін кітапхана. Байланыстырамыз. Демек, сөздердің жартысы бірінші колонкада, ал қалған жартысы екінші қатарда. Саңы, рауқұлақ. Оры, ындық, әне тұр. Қы, мырсқа. Шегіртке. Бұдан шығатын қорытынды қандай? Егер біз сөздің басын оқысақ, оның қалған жағын антиципация арқылы болжап кетуіміз керек. Себебі бұл құмырсқа деген біз құмырсқа екен бірден білеміз. Ол біздің неше түрлі мәтіндердің ішінде жүрген сөз. Сондықтан да оның жалғасын оқып керек емес. Алдын ала болжаймыз. Бұл тәсіл не деп аталады? Антиципация. Тағы бір рет қайталайық. Қалай аталады екен? Антиципация. Түсінікті ма? Екі сөздер қатары екі түрлі. Біз бір-бірімен байланыстырамыз. Бұл тәсіл антиципация. Бұл сөздер арқылы антиципация тәсілі. Енді біздің екінші жаттығуымыз бар. Ол мәтіннің ішінде, мысалы, мәтіннің ішінде неше түрлі сөздер кездеседі.
Бірақ бізге соның ішінде, қазір экранға мәтін шығады, соның ішінде табиғат деген сөздің қанша екенін, яғни табиғат сөзі мәтіннің ішіне қанша рет кездескенін санаймыз. Бұл біздің жылдамдығымызды арттыруға көмектеседі. Мысалы, балалар не істейді? Мәтінді оқиды да, табиғат оқып шықты, басқа бір үшінші сөйлемге келіп, табиғат тұрса тағы да табиғат деп оқып отырады. Ол сөзді ол бір рет оқып қойды. Енді келесіде бірден табиғат автоматты түрде оқып кету керек. Түсінікті ма? Қазір экранға тапсырма шығады. Бұл мәтіннің ішінен табиғат сөзі қанша рет кездескенін санап отырамыз. Бұған 1 минут уақыт таймер беріледі. Сонымен уақыт кетті. Жақсы, 1 минут уақыт аяқталды. Неше рет кездесті, санап шықтық па? Егер жауабымыз 17 рет табиғат сөзі кездесті деген болса, супер. Ал егер үлгермедім, 12-ақ шықты, 11 шықты десе, олар да нормальный. Себебі бұл бірінші ғана орындап жатқан тапсырмамыз. Бірінші рет орындаған кезде кез келген адамда қателік болады. Қателік жасамасаң, сен дамып жатқан жоқсың. Барлығы идеальный болуы ол мүмкін емес. Сондықтан да саған келесі тапсырмаларда сәттілік тілеймін. Жақсы, екінші тапсырма орындалды. Қазір енді экранға Жаман жолдас деген Ыбырай Алтынсарин атамыздың мәтіні шығады. Осы тақырыпты антиципация тәсілі арқылы оқимыз. Біріншісіне мен өз мысалым келтірейін. Міне мәтін шықты. Екі дос жолда келе Екі дос бірге келе жатып, екі дос болған соң олар міндетті түрде бірге келеді. Ал бірге деген сөзі бұл жерде оқып бізге керек емес. Мәтіннің мазмұнын ашпайды. Бір аюға ұшырапты. Бұл екі кісінің біреуі әлсіз жігіт екенде, екіншісі әлсізге қарама-қарсы қандай болады? Әрине, жас жігіт екен. Аюды көрген жас жігіт ауру жолдасын тастап, өзі бір үлкен басына шығып кетеді. Ненің басына? Әрине, ағаштың басына шығып кетеді. Түсінікті болды ма? Дәл осылай оқуды жалғастырамыз. Мен бұған енді 2 минут таймер берем, барынша жылдам оқып, қандай сөздер қалып кеткенін табуға және оны дұрыс етіп оқуға тырысамыз. Сонымен уақыт кетті. Жақсы, 2 минут таймер уақыт аяқталды.
антиципация тәсілі түсінікті болды деген ойдам. Мәтінді алдын ала болжау. Бұл антиципация тәсілінен кейін бізде сканер тәсілі, бақа тәсілі, штурма тәсілі, шульте кестесімен жұмыс істеу сияқты жаттығулар келеді. Міне енді жақсы, жылдам оқудың ең оңай, ең қарапайым тәсілі бұл антиципация. Бұны біз бүгін біліп алдық. Енді бұл жылдам оқу өмір бойы оқитын білім. Себебі минутына 137 мың сөз оқитын Адина Манатбекованың өзі жылдам оқумен 3 жылдан бері айналысады. Мысалы, менде оқып жатырған 17 мың сөз оқитын Айша менімен 7 айдан бері айналысады. Міне, бұлардың барлығы тек тоқтап қалған жоқ, барынша даму үстінде. Қаншақты дамиды, соншақты оқу жылдамдығы көтеріле береді. Міне, сондықтан да енді біз ешқашан шектелмеуіміз керек, өзімізді дамытумен айналыса беруіміз керек. Жақсы, 3-ші сабақты да осымен аяқтап қалдық. Ақсұңқар құс болып жүрміз ба, қара құс болып жүрміз ба? Ақсұңқар құс не істейді? WhatsApp чаттар арқылы туған туысқандарына таратады, статусқа қояды, Инстаграмнан. Және сендер былай жасаңдар. Бүгін 3-ші күннің сабағы. Осы 3 күн бойы қандай инсайттар алдыңдар, қандай деген ақпараттар болды. Видеоға түсіріп, Инстаграмда стористарыңа қойып, ғаламатты белгілесеңдер, мен сендерді өзім Инстаграмға қойып қоям. Міне, менің 4 күндік тегін марафоннан өткен балалар мынандай жетістікке жетіп жатыр. Бүкіл Қазақстан көріңдер деп мен мақтанатын болам. Жақсы ма? Бүгінгі сабағымыз кішкене күрделірек болды, бірақ оңайлықпен адам жетістікке жетпейді. Егер сен қиналып жатсаң, сен жетістікке жетіп жатырсың деген сөз. Сондықтан да 4-ші сабақты асыға күтесің деген ойдамын. Келесі 4-ші сабақта кездескенше күн жақсы болсын.